Телефонды зарядтап болған соң, зарядтағыш пен сымды розеткада қалдырмаңыз. Қызған сым өрттің ең жиі себебі. Газды жанған күйінде қалдырмаңыз. 1 минуттық бейғамдық бүкіл үйді өртке орайды. Сапасыз ұзарғыш пен арзан сымдарға сенбеңіз. Олар тез қызып, бірден отқа айналуы мүмкін. Сіріңке мен зажигалканы балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Бір сіріңке үлкен өрттің бастамасы. Ас дайындап жатқанда телефонға немесе басқа нәрсеге алаңдамаңыз. Плита секунд сайын бақылауды қажет етеді. Кішкентай балаларды үйде жалғыз қалдырмаңыз. Өрт көбіне ойламаған жерден шығады. Үйден шығар алдында барлық электр құрылғыларының сөнгеніне көз жеткізіңіз. Түтін иісін сезсеңіз, уақыт жоғалтпаңыз. Жедел түрде 101 нөміріне хабарласыңыз. Бұл видеоны балдарыңызға міндетті түрде көрсетіңіз. Абай болыңыз. Өзіңізді және жақындарыңызды